Қазақстанның үлкен киелі шаңырағында архив керемет жаңалық Қоңырқожа әулеті. Қоңырқожаның өзіне байланысты болып отыр. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Мен бұл жерде сол Қоңырқожаның 4 баласы жаңа айтылды ғой. Соның ішіндегі Құлахмет пен Сұлтан Ахмет туралы айтқым келіп тұр. Өзім кино документалист болғаннан кейін мен Ленинградта жүріп, Алматыға келген кезде Сұлтан Ахмет атамызбен көкемізбен Дом кинода, кино үйінде кездесетінбіз. Сол анау кинолар премьера болады, сол жерде келіп. Сонда мынандай негізі қажыбек көркем фильмі қазақ кино өнерінде феномен негізі. Бірақ ол кісінің көзіне білмеймін достары қалай айтатын. Сол кезде әлі есімде үлкен талас тартыстар болады. Өнердің кино үйінде кәдімгі кино зерттеушілер, жас режиссерлар, әсіресе мына новая волна деген. Сонда әлі есімде жаңағы шығып алып, мына новая волна деген шықты ғой бір. Конечный остановкасы бар, басқасы бар жаңағы. Солар деген ана кісінің көзі бақырайтып отыр ғой. Ой, бізге бұндай кино керек емес. Нағыз кино мынау біздің жасап отқан кино. Сіздерді көшесіздер тарихтан деп. Мынандай керек емес, мынаның бәрі деп. Мен сол кезде жас режиссермін ғой. Соны тыңдаймын, қалай деймін. Содан кейін барып, осы сәуле Қызылордада бірінші рет қожықтар мен лапиндердің арасындағы династиялық байланыс туралы көрме жасады ғой. Мына кісі барып соның несін жасады, ғылыми танымдан 120 жыл Ләтипа Ходжикова. Ләтипа. Енді қараңыздар, сол кезде барып, сол кезде алғаш рет бізге сол ашылды. Сосын мен жүрген жерде әсіресе жастармен кездескенде мастер-класстар өткіземіз, әсіресе өнер адам жастармен. Сонда мен айттым, егер қазақты қазақ деп әлемге танытқан әдебиетте Мұхтар Әуезов болса, Абайды танытып. Сол үшін Абайды таныған әлем қазақ таныды ғой. А соны танытқан Мұхтардың өзінде таныды. Міне білесіздер. Ол да біздің жауырғанның тумасы. Мұхтар Әуезовтың үлкен бабалары бақсайыз біздің ауылда жатыр, жауырғанда. Енді кинода қарайықшы. Кинода әлемге қазақ танытқан 122 ма елге сатылыпты мына кино. Қыз жібек. Осы киноны сондай деңгейге жеткен, бірақ өкінішке орай Қыз жібек фильмі айтылып, режиссер айтылмайды. Қанша жерде көрем, осындай конференция болсын, басқа болсын, енді қазақ киносының атасы деп Шәкен Айманов айтылады. Одан кейін барады, мына жастар, басқалар бәрі Қыз жібектің режиссері Шәкен Айманов деп қабылдаған. Ол нюансты мына нәрседен білуге болады. Өздеріңіз білесіздер тарихтан. 1945 жылы Америка, ақш, Жапонияға атом бомбасын тастады. Кейін жапондар Америкамен одақ болып кетті де, СССР оларға қарсы болып қалды ғой, холодный война дейіне. Сонда қарасаңыздар, әлемдік тарихты былай жазып қойған. Жапонияға атом бомбасы тасталды. Соның артынан ақш тастады деген сөз жоқ. СССР осының біздің нағыз жауымыз, ол біздің неміз деп. Сонда адамдар СССР тастаған екен деп қабылдады. Үлкен идеологияның несі. Білесіздер ғой, подтексті. Сол сияқты, осы уақытқа дейін Сұлтан Ахмет Қожықовқа сондай бір не жасалынып келді. 100 жылдығы өтті. Жетім қыздың, жесір қыздың тойындай деп жаздым мен тиктокта. Енді қараңыздар,
бұл неге бұлай деп ойладым ғой. Содан Асанәліден сұрайын, Аяқтан сұрайын, білмей жүрдім. Сөйтсем, Сұлтан Ахмет осындай қазақ киносының тәжі болған Қыз жібекті түсіру үшін оның артында не бар екен деп үңіліп іздеп жүрдік қой. Сөйтсек жаңағы көрмеге барып көрген кезде Құл Ахмет өмірінің 20 жылын арнап қазақтың эпостарын, басқа мына дастандары, тұрмысы, басқа соның бәрін зерттеп, өзі художник, солардың бәрін салып, өзі еще художник қой, кино художник. Алады мизансценалар түсады әкесін танып тұрып. Қазақтың жаңағы несі қалай болады? Әр салт дәстүр. Қыз жібек ішінде тұр ғой жаңағы. Айтыс қалай болады, әкесіне қалай болады. Міне соның бәрін өмір бойы сызып бәрін дайындап қояды. Сосын інісін алады да, бар Москваға бар, режиссерға оқы дейді. Сөйтіп ана жинап жүріп, мына қазақтың өнерін көрсету керек әлемге. Енді Мұхтар Әуезов те жүрді ғой 20 жыл. Өзінің бір интервью бар, айтады. Мен дейді, Абай жолын жазып шығу үшін, Абай жүріп өткен жолдан, соның жұрттың бәрін арылып, не бір шал кемпірді тыңдап, анау жұрттаған ошақтың ішінде күлдің арасында қалған бір шоқтарды жинап, соны бір жерге. Сөйтіп мен Абайдың отын алауын жақтым дейді. Құл Ахмет те дәл осыны істеген. Сөйтіп ана қазақтың қазіргі біздің режиссерлар неге білмейді дұрыстап? Тілді де білмейді ғой. Сондықтан барады да жаңағы шала бір өлесін жасап жүр. Сұлтанның артында Құл Ахметтің жаңағыда еңбектер. Өкінішке орай, сол кезде Ғабит Мүсірепов Қыз жібекті жазып шығар, кино сценарий. Басты рөлді Раиса Мұхамедерова деген екінші жеңгемізге береді ғой. Ол 25 жаста. Уже екі қызды туған. Сұлтан тұрады, Құл Ахмет екеуі. Қыз жібек деген еркек әлі қолынан да ұстамаған. Оның мәудіреген, жәудіреген көзі басқасын мен қалай берем? Сен уже екі қыз туған қатының ме дейді. Қып-қызыл төбелес болады. Өйткені ол кезде жазушылар, классик жазушылар өзінің ауданын басқа аудан облысқа өткізіп жіберетін күші бар тұғын, цикаға айтсын. Сәбит сөйтіп жүрген өзін алып дұрыс көрген үшін. Сонда қараңыз енді, Ғабит анандай авторитетпен, жаңағы ана өзінің махаббатын енді тарихта қалсын деп тұр ғой. Енді Сұлтан Ахмет режиссер, Құл Ахмет художник, қарсы шығады. Енді бұл соғыс, өнер адамның арасындағы өте ауыр. Содан Құл Ахмет тұрады да қолын бір сілтеп кетеді. Сүйемшілеп башат деген. Ақыры төбіне таласып жүр. Кімді Меруерт Өтекешеваны алды ғой. Мына Қыз жібек шықты соның арқасында. Енді біз сол үшін қожықлықтардың ішіндегі біреуінің ғана, екеуінің ғана бір штрихі бұл. Енді қараңыздар, жаңа айтылып жатыр. Бұлардың тегінің аржағында Қожаның өзін не істегенін. Енді оның өзінде де әлі бізде қалыптасып қалған, кәдімгі әпті үйренші болып қалған нелерден орындарын ашып, Қожаның өзінің орнына шығаруымыз керек. Мына сіздердің жасап отқан еңбектеріңіз, мен барлығына ризамын. Осы жерде мен Қоңырқожа және оның ұрпағы деген деректі киноның алғашқы кадрын бүгін бастап түсіріп жатқанымды сіздерге қабылдаймын.